Жақсы оқу үшін асыл суыныш. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сіздермен бірге Жұлдыз Бақытбекқызы. Бүгін біз сіздермен синонимдер мен антонимдер және жануарлардың мінез құлықтары туралы сөйлесетін боламыз. Оқушылар, синонимдер дегеніміз не? Синоним дегеніміз мағыналары бір-біріне жақын, бірақ әртүрлі дыбысталып айтылатын сөздерді синонимдер дейміз. Мысалы, сұлу, әдемі, ажарлы, көрікті, немесе ас, дәм, тағам, ауқат. Ал мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздерді антоним деп айтамыз. Мысалы, ұзын қысқа, жақсы жаман, күн түн, биік, неме аласа, тағы басқа. Ал енді оқушылар, бүгін біз сіздермен жануарлардың мінез құлықтары туралы сөйлесетін боламыз. Қабыландар мысық тұқымдастардың ішіндегі ең епті, жылдам жүгіретін жыртқыш аң екен. Ол өте жақсы өрмелеп суда жүзе алады. Ал қасқырлар топ-топ болып, үйір құрып тіршілік етеді. Қасқырлардың бөлтіріктері ата-анасымен 10-54 айға дейін бірге тұрады екен. Үйірді көсемдері басқарады. Кит әндері дегеніміз киттер бір-бірімен хабарласып тұру үшін шығаратын дыбысты айтады. Олардың әндері белгілі бір үлгіні қайталап тұратын болғандықтан адам әніне ұқсайды. Ал оқушылар дельфиндер ең ақылды адамнан кейін және адам тектес маймылдан кейінгі ең ақылды су жануары болып есептеледі екен. Дүниеге келгеніне 2 күн болған қарақұйрық сағатына 95 км жылдамдықпен жүгіре алады. Араның ызыны өзінен емес, оның қанаттарынан шығатын дыбыс. Ара минутына қанатын 11400 рет қағады екен. Тиін керемет бағбан. Ол дәндерді тығып қояды, білесіздер. Сол тығып кеткен дәнін ұмыт қалдырып кеткендіктен көп теректердің көптеп өсуі содан болады екен. Оқушылар, енді сіздердің кітаптарыңыздағы келесі тапсырманы бірге орындап көрейік. Мына сөздердің синонимін және антонимін табыңыздар деген тапсырма. Епті деген сөздің синонимі бейімді, икемді, епсекті және ыңғайлы. Ал антонимі орашалақ екен. Тіршілік етеді, өмір сүреді деп айтамыз. Бұл сөздің синонимі. Ал өледі осы сөздің антонимі. Яғни тіршілік етеді, өледі антоним. Ұқсайды, синонимі аумайды, ал антонимі ұқсамайды. Жылдам сөздің синонимі тез, шапшаң, ал антонимі ақырын. Ақылды сөзінің синонимі парасатты, зерек, есті деп айтады екенбіз оқушылар, ал антонимі ақымақ немесе ақылсыз деп айтсақ та болады. Оқушылар, осымен бүгін біздің сіздермен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Мидың белсенді жұмысы үшін күніне 1,5 литр су ішу керек. Жақсы оқу үшін асыл суыныш.